8 наурыз мерекесінің шығу тарихын білесіз бе? 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесі 1857 жылы Нью-Йорк қаласында болған көтеріліспен байланысты. Бұл көтеріліске тігін шеберханалары мен аяқ киім фабрикасында еңбек ететін әйелдер шыққан болатын. Олардың қойған талаптары 10 сағаттық жұмыс, жарық және құрғақ бөлмелерде жұмыс жасау, ер азаматтардың алатын жалақы мөлшерімен бірдей жалақы алу еді. Ол кезде әйелдер қауымы тәулігіне 16 сағат жұмыс жасап, еңбек ақыларына болмашы жалақы алатын болған. Ерлер өздерінің табандылықтарының арқасында жұмыс уақытын 10 сағатқа түсірген болатын. ақш-тың көптеген мемлекеттерінде кәсіподақ ұйымдары құрыла бастады. 1857 жылдың 8 наурызынан кейін әйелдер қауымының да кәсіподақ ұйымы құрылды. Бұл ұйымның бірінші мүшелері болып әйелдер тіркелді. Дәл осы күні ақш-тың көптеген қаласында өздеріне дауыс беру құқығын беруді талап етіп, жүздеген әйелдер көтеріліске шықты. 1910 жылы Копенгаген қаласында өткен халықаралық социалист әйелдердің конференциясында Клара Цеткин 8 наурыз күнін халықаралық әйелдер күні мерекесі етіп жариялауды ұсынды, және де өз құқықтары мен теңдіктері үшін күресуге шақыратын үндеуін оқыды. Бұл үндеу дүниежүзінің көптеген елінің әйелдерінен қолдау тапты. Олар тек қана өз құқықтары үшін күресуді ғана емес, кедейшілікке, еңбек ету құқығы мен ар-намыстың тапталмауына және де бейбітшілік үшін күресетіндерін білдірді. 1912 жылы бұл мереке 12 мамырда тойланды. Билікке Кеңес одағы келісімен 8 наурыз мерекесін мемлекеттік мереке ретінде қабылдады. 1965 жылдан бастап бұл күн күнтізбеде қызылмен белгіленді.